Қайырлы күн, менің есімім Назерке, мен сана орталығының негізін қалаушыларының бірімін. Бүгінгі видеода мақсатымыз бола тұра, оған қатысты қандай да іс-әрекеттер жасауымыз керек, сол туралы айтатын боламыз. Себебі мақсатсыз адам жоқ шығар, барлығының да мақсаты бар. Бірақ кейбір адамдар ол мақсатқа жетеді, а кейбір адамдар ол мақсатқа жетпейді. Бұның себебі неде? Бізге мақсатқа жету барысында алдымыздан әртүрлі кедергілер шығады, қорқыныш бар, қобалжу бар, жанында ұят болады, адамдар не дейді, жетпей қалсам ше деген секілді әртүрлі ойлар бізді ұялайды, Дегенмен, бұған да төтеп беретін адамдар бар ғой. Мақсатқа жете алмаудың да бірнеше себептері бар. Оның біреуі, яғни білмегендік, Сіз мақсатыңызға қатысты қандай да нақты қадамдар жасау керек, соны білмейсіз. Мысалы, өзіңізді емтиханға бара жатырмын деп елестетіңізші. Сіз барлық сұраққа жауапты білесіз. Сіз қалай кіресіз? Мойныңызды басыңызды көтеріп, барлық сұраққа қорықпай аласыз да кіріп шығасыз. Ал егер де емтиханның сұрақтарына жауапты білмесеңізше, осы кезде бізде қорқыныш пайда болады. Тура сол секілді мақсатқа да байланысты. Егер сіз оған қатысты нақты қадамдарды білмесеңіз, сізді әрқашанда қорқыныш үрелейді де, сіз не істеріңізді білмей, нәтижесінде мақсатыңызға жетпейсіз. Келесі бір себептердің бірі бұл мақсат мүлдем сіздікі емес болуы мүмкін. Бұндай да себеп бар. Себебі қоршаған ортадан, немесе бір басқа адамдардың мақсаттарына еліктеп, біз соларды өзімізге көшіріп аламыз да, бірақ ол біздікі емес болғандықтан, не ол бізді шабыттандырмайды, не ол салада біз ешқандай да бір өзгеріс енгізгіміз келмейді, және жалпы ол басқа біреудің мақсаты болғандықтан біз ешқандай да іс-әрекеттерге көшпейміз. Осы себеп үшін де біз ешқашан нәтиже көрсете алмаймыз. Осы екі себептің жою жолдарын біз мақсатыңа жет деп аталатын онлайн курста атап өтеміз, әртүрлі техникалар береміз, сондықтан осы курсқа жазылуға шақырамыз. Дегенмен де осы видеода мен сіздермен тағы да бір оймен бөліскім келіп отыр. Ол өте қарапайым. Егер сіз бұл мақсатқа жетпесеңіз, онда ол сіздікі емес, немесе ол сізге мүлдем керек емес те. Сондықтан сіз егер мақсатыңызға жетпесеңіз, біріншіден не ол мақсатқа мүлдем жетуді доғарыңыз, яғни мүлдем алып тастаңыз, және өзіңізді кінәламаңыз. Көп адамдар бір жаман әдеті бола тұра, оны тастамаған үшін өзін кінәлайды, Бірақ сіз ол әрекетті, мысалы, тастауға бір амалдар жасап, мақсат ретінде қойып, бірақ оған жетпесеңіз, онда ол жаман әдет сізге ұнайды деген сөз. Сондықтан сіз не оны мысалы, мақсат ретінде жетуге әрекет жасаңыз, не өзіңізді кінәламаңыз, Яғни осы тұрғыдан да кішкене ойланып көрсеңіз. Мақсатқа жету біз ойлағаннан да әлде қайда оңай. Сондықтан да алдыңғы видеоларда, пайдалы видеоларда мен сіздермен басқа да ақпаратпен бөлісетін боламын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.